Сәлем достар, бүгін біз қазақ халқының атақты ақыны Қорқыт Ата жайлы айтамыз. Каналға тіркеліп, лүпіл басып, соңына дейін тыңдаймыз. Қорқыт Ата түркі халықтарының ортақ рухани мұрасы, аңызға айналған тарихи тұлға. Оның дүниеге келуі жайлы деректер нақты тарихи құжаттарда емес, негізінен халық аңыздары мен эпостарда сақталған. Аңыз бойынша, Қорқыт Ата дүниеге келген кезде табиғат ерекше құбылысқа толы болады. Анасы 3 жыл бойы құрсақ көтеріп, бала дүниеге келер сәтте аспанды қара бұлт басып, күн күркіреп, найзағай жарқылдайды. Далада қатты дауыл тұрып, адамдар қорқынышқа бөленеді. Сол себепті балаға Қорқыт деген ат қойылады. Бұл сөздің түбірі қорқу ұғымымен байланысты деп түсіндіріледі. Бұл оқиға кездейсоқ емес, символикалық мәнге ие. Халық түсінігінде мұндай табиғи құбылыстар ерекше тұлғаның дүниеге келуін білдіреді. Қорқыттың өмірі де, тағдыры да қарапайым адамнан өзгеше болатынын осыдан-ақ аңғаруға болады. Тағы бір аңызда Қорқыт туылғанда оның дауысы ерекше болғаны, сәби күйінде-ақ өзгеше үн шығарғаны айтылады. Кейбір нұсқаларда ол дүниеге келгенде қолында қобызға ұқсас белгі болған делінеді. Бұл оның болашақта музыкамен, өнермен байланысты өмір сүретінін білдіретін ишара ретінде қарастырылады. Қорқыт Ата қобыздың атасы деп есептеледі. Ол бұл аспапты алғаш жасап, оны рухани құралға айналдырған. Қобыздың үні ерекше, мұңды, керең болып келеді. Бұл дыбыс адам жанына әсер етеді. Кейде тіпті тылсым күшке ие деп есептеледі. Қорқыттың күйлері де дәл осындай сипатқа ие болған. Ең танымал күйлерінің қатарына Қорқыт, Аққу, Желмая, Қоңыр. Бұл күйлерде табиғат, өмір, өлім, уақыт сияқты мәңгілік тақырыптар қозғалады. Қорқыт қобызды тек музыка құралы емес, философиялық ой жеткізетін құрал ретінде қолданған. Оның күйлері арқылы халыққа өмірдің мәні, адам тағдыры туралы ой салған. Аңыз бойынша Қорқыт ұзақ уақыт бойы Сырдарияның үстінде өмір сүрген. Бірақ бір күні ол қалқып кеткен кезде ажал жылан бейнесінде келіп, оны шағып өлтіреді. Бұл оқиғада символикалық, яғни адам қанша тырысса да табиғат заңынан аса алмайды.